О, енді келгендерден ақша алу керек. Жарайды, Айсұлу. Мен жүре берейін. Қалай? Жақсы хабар бар ма? Әзірге жоқ. Дүкеннің банкрот болуы жайында олай да бұлай да сұрап көрдім. Ешқандай жауап ала алмадым. Мүмкін инсульттің пайда болуына басқа да себептер бар шығар. Ана бала кім? Ол біздің аспирант жігіт. Күндіз түні сіздің досыңызды күтуге өзі сұранған. Андай, білімді бала. Түсінікті, оның көзін құт. Түсінбедім, неге? Орнына қыздап. Басқа медбике болсын. Мына кісі кім? Ол әкемнің әріптесі. Ол кісі кіріп келгенде әкеңізде бір өзгешелік болды. Ал сізге ондай болмаған. Яғни? Білмеймін. Бірақ бұл әсерді тұжырымды нақтылау керек. Айсұлу, танысып қойыңыз. Ол Аида. Енді әкеңізге Аида қарайтын болады. Қалай сонда? Түсінбедім. Саған рахмет, Абай. Енді кете берсең болады. Сен боссың. Бірақ... Жарайды. Қайсар аға, бір нәрсе істеңізші. Не болды? Абайды қайтарсыншы. Кімді? Аспирант жігіт әкемнің қасында отырған. Оның орнына бір қыз келді. Әрине, сөйлесем. Бірақ бұл шаруаны ертеңге қалдырайық. Оның үстіне менің сөзіме дәрігерлер құлақ асатынына күмәнім бар. Байқап көрсеңізші. Міндетті түрде. Ал қазір үйге барайын. Жоқ, мен қонақ үйде боламын. Қонақ үйде? Жарайды. Жеткізіп салайын ба? Жоқ, өзіңіз де. Уайымдамаңыз. Жақсы. Жақсы. Хабарлас. Бақ қыз. Ессіз неме. Көрсететін саған. Қайсар аға. Ау? Қайсар аға. Сіз берген карточкаде ақша тосылып қалды. Қазір. Күл. Әлі талай қуантармын сені. Мен осы жерде жұмыс істеймін. Шын айтам, күзетудің жаңа тәсілі. Манекен сияқты жүре бересің. Ал ұрылар сені тіпті байқамай да қалады. Жығал. Рахмет. Бұл соңғы рет.
Иә, бүкіл емханаға айқайлап айтып берген болар. Не істерімді білмеймін енді. Мүмкін ол кеше де сөйткен шығар, бірақ мынаған дос құп-құрғақ. Есім толық кірмеген болар. Бірақ қыз балалардың көзінше дәрет сындыруға болмайтынын жақсы білем. Қызық екен. Бұрын бұлай істемеуші еді ғой. Иә, енді мені далаға шығарасыңдар. Тіпті жақсы болады. Не істеуім керек? Әлгі ер баланы қайтарыңдар. Күтуші баланы. Біраз уақыт күтейік. Болмаса, ауыр артиллерияны іске қосамыз. О, Алла сақтай көр. Менің бөлмемнен шық. Табаның жалтырады. Кет! Шық! Бөлмеден шығыңыз. Сен енді түсіме кіретін болдың ба? Тұрыңыз дейім. Сіздерге не керек? Бізге мына диванды алып кетуіміз керек. Диванға тимеңіздер. Ендеше мына үстелді алайық. Үстелге тимеңдер. Бөлмені босатыңдар. О, қарындас Қайсар айтқан бізге. Бөлмедегіні шығарыңдар деді. Сыртта жүк машинесі күтіп тұр біз. Бұл бөлме менің әкемдікі. Ол сендерге рұқсат берген жоқ. Шығыңдар. Сенің әкең осы дүкеннің қожайыны ма? Сөйте тұра сен маған ақша төлемедің бе? Ой, Серік, тыныш тұрсашы. Кешіріңіз қарындас. Бұл енді жаңадан келді дегендей. Кетіңдер. Жүр. Мен ешқайда бармаймын. Бізге мынаның бәрін шығарыңдар. Болды! Айқайлама маған. Сенің әкең мына жерге мен жұмыс қалған. Жұмысқа? Менің әкем сені алмайды. Алғанда қалай? Кеше алған мен жұмысқа. Менің әкем ауруханада жатыр. Мынандай қызым болса, мен де ауруханадан шығар едім. Қойсашы. Сен өзі кімсің, а? Иә? Мұнда не болып жатыр? Саламалейкум. Кешіріңіз. Сау болыңыз. Кешіріңіз, ол өзі бастаған. Бұл қалпымнан таймасаң, сен біраз жерге барасың. Не істеймін, мынаны бәрін шығарып тастайын ба? Жоқ, екі бөлмеге де тимеңдер. Жақсы. Сені ренжітті ма? Мен оны жұмыстан қуар ем. Бірақ оның орнына басқа жұмысшылар жоқ қой. Жиһазды не үшін шығарып жатырсыздар? Қарыздың орнын алып бара жатыр. Сен көп уайымдама. Мен мына кабинетке тимеңдер деп өтініш айтам. Рахмет, Қайсар. Осының бәрін әкем білгенде қандай жағдайда болар еді? Айсұлу, енді жыламашы. Оған дейін дүкеніңде ісі алға басар. Жүр, одан да емханаға барайық. Тоқтасынды көріп қайтайық. Ха? Жүр. Ассалаумалейкум. Иә, мен Тоқтасынға келдім. Тұра тұрыңызшы. Бір жағдай бар, сөйлесіп алатын. Осы туралы сөйлесейін дегенмін сізбен. Бір ыңғайсыз жағдай болып тұр. Дәрігер мырза, біз бір-бірімізді түсінбей қалған сияқтымыз. Қайсар, бұл жігіт Тоқтасын тілін тапты. Ол болмаса,
жағдай нашарлап барады. Сізге 2 рет қайталап айтудың қажеті жоқ шығар сірә. Жоқ, мен түсіндім бәрін. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Абай туралы айттыңыз ба? Қандай Абай? Есіңізде ме? Аспирант жігіт. Иә, сіздерде Абай деген жігіт жұмыс істей ме? Иә, бар. Айтпақшы, жоқ. Қалай жоқ? Кеше ғана әкемнің қасында болды ғой. Сол жігітті біз қайтарып алғымыз келеді. Иә, дұрыс болар еді. Айтпақшы, ол қалада жоқ қазір. Өкінішке орай. Сәлем Айсұлу. Мен қайтадан сіздің әкеңіздің жанында отыратын болдым. Қандай жақсы. Рахмет қойса ораға. Сол да сөз болып па? Өкінішті. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Сізді бір минутқа бола ма? Қуана қалар ем. Бірақ мен өте асығыспын. Өтінемін. Көп уақытыңызды алмаймын. Жүріңізші палата. Жүріңіз. Болды ма? Иә. Болды, рахмет. Байқадың ба? Көзін айтасың ба? Иә. Ол нені білдіреді? Оның әртүрлі мәні болуы мүмкін. Осыны зерттеу керек. Демек ол қыз әлі кетпеген екен ғой. Түсінбеймін. Оғызға не істеу керек? Басым қатты. Жыным келеді де. Тырышсаң. Ол әлі бала ғой. Ішім сезеді. Түбі бұл қыз бір нәрсені бүлдіреді. Саспа. Ол қыз мән-жайды түсінгенше дүкеннен де сүйікті әкесінен де түк қалмайды. Түсінбедім. Мен қарыздың 10%-ын төлеуді талап етемін. Ал сен өте арзан бағамен сата бастайсың. Бәрін сатып, қарыздың 10%-ын төлеп тастайсың. Сосын мен қарыздың барлығын қайтаруды сұрағанда, сен істі банкрот деп жариялайсың. Сосын дүкенді бөліп аламыз. Келістік. Айтпақшы есіңде болсын. Енді сен Айсұлу үшін ең жақын адамсың. Ал біз болсақ, қас жаумыз. Серік, біздің дүкенде жаппай сатылым болады дегенде естідің ба? Жоқ. Қарағаш. Мұқият болыңыз. Ақырын жүрмейсіз бе? Кешіріңіз. Не болып жатыр бұл жерде? Жақында жабылады. Соған байланысты жаппай сатылым болып жатыр. Рахмет. Серік, жүр. Байқасаңшы. Білмей қалдым. Қызықсың бәрі. Қанеке жұмыс сататындар, дәл қазір жаппай сатылым басталады. Сатып алушыларға кедергі келтірмеңдер. Жарай ма? Жарай. Барыңдар. Қайсар аға, Айсұлу? не болып жатыр? Өте өкінішті. Қарыз берушілер қарызды бірден қайтару туралы талап қойды. Оларға біздің үй аз болды ма?
Пәтер қарыздың аз ғана бөлігін жапты. Қалғанынан құтылу үшін жаппай сатылым қажет болды. Бірақ оның өзі қарызды түгел жаппайды ғой. Әрине. Онда не үшін бәрін сатып жатырмыз? Қарызды қайтару мерзімін созуымыз керек. Ал ертең не болады? Ақшаның бәрін сұраса ше. Не айтып тұрсың? Жаппай сатылымды тоқтату керек. Кеш, өте кеш. Мен оларды тоқтатамын. Айсұлу, сен одан да әкеңмен бірге болсақшы. Сен де бір басыма бәле болдың ғой. Құлағын құдыққа құласа, құмырсқа құлағында үймелейді. Құрт құмырсқалар осылайша дүкеннің өлексесін кеміріп жатыр. Я Қайсар, ол үшін қам жеме. Ол қыз бізге не істей алады дейсің? Жарайды, жақсы. Ойбай өрт! Барлығымызға қауіп төніп тұр. Мені кім құтқарады? Майра, кетті жүр. Ой, қойшы. Бара бер. Кеттік те. Бара бер дейміз ғой. Кетші. Жүр, күйіп кетесің. Жібер, мені жібер. Қайсар. Өрт қызметінен дүкеннің жұмысын тоқтату туралы үкім. Олар енді әбден тексеріп болам дегенше 3 күндей уақыт өтеді. Оған дейін тоқтасын да есін жияды. Бір нәрсе ойлап табу керек. Мен айттым ғой саған. Көп сөзді ғой. Енді не істейміз? Бір нәрсе қажет па сізге? Немене мен бір нәрсені қажет етіп тұрған адамға ұқсаймын ба? Жоқ. Онда не келдің? Кешіріңіз. Бар әрі. Кешіріңіз дейді ғой. Жалпы, ол өзді буындырып тастау керек. Жындандың ба? Мен шынымен де буындырам деп тұрғам жоқ. Мүмкін біз ол қызға ақша бермей түршік тұрармыз. Сол кезде жатарға жері, ішерге асы болмай өзі ақ кетіп қалады. Түсіндің бе? Иә. Енді оған мен ақша бермеймін. Немене сен ақша беріп жүрсің бе? Иә, кезінде бергем. Демек ол сенің ақшаңа бәрін білдіріп жүр екен ғой, ә? Түсіндім. Болды, енді болмайды енді. Болды. Әбден жүдеп жадап, қарны ашсын. Баратын жері болмай шаршасын. Содан кейін өзі ақ бұл жерден ұшып кетеді. Қайсар аға,
Менде жақсы жаңалық бар. Менде айтар жаңалық онша емес. Не болып қалды? Менің ақшам таусылды. Есіңде ме? Банкке 10%-ын қайтаруым керек еді ғой. Иә. Айтсам сенбейсің. Жаппай сатылым болмай қалды. Қарыз бергендер менің пәтерімді, барлық жиған тергеніп тартып алды. Көлігімді әйелімнің атына аударғанның өзі Құдайға шүкір деп отырмын. Енді? Өрт сөндіру қызметі дүкенді жауып жатыр. Қазір олар тексеріс ұйымдастыруда. Айыппұл төлейтін болдық. Менің ақшам таусылды. Енді мен саған ақшалай көмек бере алмаймын. Түсіндім. Айтпақшы, сен не айтқың келіп еді? Ешнәрсе. Тоқтасын, өрт туралы естісе, есін жия алмай қалады. Біз енді қарыздан құтылсақ та, дүкендегі өрт қауіпсіздігі туралы қауесет бүкіл елге тарайды. Ана бұрыштағы қораптарды алып шығыңдар. Жиһаз ше? Әзірге тиіспеңдер. Қайсар аға, әкеме қалай көмектесерімді білемін. Оны бәрі де жақсы деп сендіру керек. Содан кейін есін жияды. Ол еш нәрсе естімейді ғой. Қателесесіз. Ол бәрін де естиді, түсінеді. Сонымен сен оған жақсы жұмысты қалай көрсетпексің? Мына түрімізбен. Әзірге өзім де білмеймін. Ойлап тапсаң, міндетті түрде айт. Мен саған көмектесемін. Жарайды. Оғаш жоқ. 8, 9, 10. Керемет нәтиже. Гиннестің рекордтар кітабына тіркелді. Сәлем. Сәлем. Бұл не? Скрипка ма? Скрипка. Қара. Тамаша. Керемет екен. Қандай әдемі, иә? Әкем сыйлаған. Бұрын неғып көріспегенсің? Әкетай. Ал көрдік. Есіңде ме? Кәдімгі скрипка. Алматы Никола. 70.000 евро. Отыршы. Қызыма берген сыйлық. Айсұлу. Қызым, Қайтадан көрсетші. менің есіме түсті. Тамаша. Ол сені есіне түсірді. Әкетай. Балапаным-ау, сені сондай құшақтағым келіп тұр. Я, Әкеш. жарайды. Мен сіздерді оңаша қалдырайын. Балапаным, құлыным менің. Абайлаңдар, бүлдіріп алмаңдар. Ақат жарайды. Сен неғып тұрсың? Бол? Бір нәрсе айтсам бола ма? Тез, уақытым жоқ.
Мен күндіз жүк тасушы, түнде күзетші болсам, қалай қарайсыз? Күні бойы жұмыста сен қалай күзетесің? Сен ұйықтамайсың ба не? Көз ілмеймін, шын айтам, уәде берем. Жалақың толық болмайды. Иә, келсем. Сенің сонда не, тұратын жерің жоқ па? Жалпы қалада тіркелгенсің бе? Иә, тіркелгем. Ендеше құжаттардың барлығын жинап, алып кел. Күзетке бүгіннен бастап шығасың. Рахмет. Охо. Құлан құдыққа аласа, құлағына құмырсқа үймелейді. Ал құрт құмырсқа дүкеннің өлексесін осылай кеміреді. Сәлеметсіз бе, Қайсар ағай? Рұқсат па екен? Тұр, басты кіратып көріп қой. Жайшылық па сенікі? Кетті жүр. Ал. Қайсар аға. Тәке, ана қыз тағы бір нәрсе ойластырып жүр. Не нәрсе? Өзі де білмейді. Сондықтан не болса соны күтуге болады о қыздан. Бәрі қиындап барады. Бұлай жалғаса берсе болмайды. Мен оны дүкенге кіргізбеңдер деп нұсқау бердім. Жақсы. Енді басқа не істей аламын? Мүмкін оның ойын басқа нәрселерге бөлерміз. Айтпақшы, оның сүйіктісі бар ма? Білмеймін. Жоқ сияқты. Ендеше әкесін құрбан етеміз. Жағдай нашарлай түссін. Бір нәрсе жаса. Тәке, Әкесінің өзіне тиіспей ақ қой. Дәрігерлерге ақша бер. Бір нәрсе ойлап тапсын. Қайсар, ойланып әрекет жаса. Талап. Бәрі аяқталған соң мен қанша аламын? Уәде бойынша 51% ғой. Түсінбедім. Сонда сен не, маған сенбей тұрсың ба? Екеміздің ортамызда келісім шарт болған жоқ дегенім ғой. Жарайды. Саспа, супермаркет сенікі болады. Арманың орындалады. Ең бастысы, ана қыз назардан тыс қалмасын. Жақсы. Жарайды. Жарайды. Менің бір шаруаларым бар еді. Жақсы. 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 Тоқтасын, Айсұлу. Кеш болды. Сағат неше болды өзі? Тым кеш болып кетіпті ғой, Әкетай. Уақыт қалай өткенін білмей қалыппыз.
кетпеш. Мені жалғыз тастамаш. Мен саған ертең келемін. Көрсетуді ұмытып кетіппін ғой. Нені? Супермаркеттің суретін. Қандай супермаркет? Әкемнің дүкені. Айсұлу бүгін емес. Тым ауыр болып кетеді. Сосын түрме ұйықтай алмай шығады. Егер дүкен табысты жұмыс жасап тұрған болса, бір сәрі. Мен білемін. Нені? Бәрін ертең айтып беремін. Жарайды? Әкетай. Сау бол, жаным. Ал. Қайырлы түн. Жақсы жатып, жайлы тұрыңыз. Ертай, сәлеметсіз бе? Бұл Айсұлу. Есіңізде ма? Скрипка, әуежай. Бәрі де жақсы. Өзіңіз. Ертай, әкем ауырып қалды. Маған сіздің көмегіңіз керек. Ертең сіздің қолыңыз бос па? Жарайды. Рахмет. Сау болыңыз. Қыздар, қалайсыңдар? Ғаламтордың көрермендері енді миллионға жететін болды ғой. Болды. Кедергі болмай. Қыздарына сәлем айт. Мұнда не істеп отырсыз? Бір қызық нәрсе көріп отырмын. Көресіз бе? Жоқ. Күлкіден өлесіз. Дүкен жабық. Сіз мұнда не қылып жүрсіз? Білем жабық екенін. Кетіңіз. Бұл дүкен менің әкемдікі. Мен ешқайда кетпеймін.
әкеңіз сізді мында кіргізбесін деп нұсқау берген. Есіңде болсын. Ол менің әкем емес. Мейлі, тіпті әжеңіз болса да кетіңіз. Сау болыңыз. Жарайды, кетейін. Бірақ алдымен Не істеп тұрсың? орынды қайдайтын жігіт дейтін видеоны ғаламторға салайын деп жатырмын. Жоқ. Өтінем. Не істесеңізді өзіңіз біліңіз, бірақ әкеңізге еш нәрсе айтпаңыз. Ол менің әкем емес. Менің әкем сал болып ауруханада жатыр. Кешіріңіз. Мен білмеппін. Оның қалы қалай? Жұмысым болмасын. Сен осында қонып жүрмісің? Иә, осында қонып жүрмін. Үйімде жоқ, баратын жерім де жоқ. Мен сен түсінем. Шын ба? Менің де баратын жерім жоқ. Туысқандарым үйінде тұрғам. Бірақ олармен ренжісіп қалдым. Вокзалда да түнедім, далада да түнеген кездерім болды. Бірақ жолым болып, күзетші болып жұмысқа тұрдым. Сенің атың кім? Серік. Айсұлу. Сен осында күзетшісің ғой, иә? Маған емес, әкеме көмек керек. Бір ойым бар. Бірақ оны сізге ертең айтамын. Жарайды. Айсұлу, бірақ сенің осында қонғаныңды ешкім білмесінші. Әйтпесе мен жұмыссыз қалам. Сосын ана видеоны ғаламторға салмаш. Көрерміз.